Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен М размеріндегі кардиганды тоқитын боламыз. Яғни бұған ярына твит 221 номерлі жіпті пайдаландым. 300 метрде 100 грамм болып келеді. Ал бізден 3,5 миллиметрлік бізді пайдаландым. Бір ғана жіппен тоқылды. Осы кардиганды тоқып шығу үшін 3,5-4 мотоктай жіп кетті. Енді біз қалай тоқимыз, соны мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Бізде кардиганымыздың көлденең ұзындығы 45 сантиметр болып келеді, ал ұзындығы 48 сантиметр болды. Енді әрі қарай біз өлшемдерін айтатын болсақ, мына жерде 35 сантиметрден, яғни көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде барлығы жазылып тұрғандығын байқауымызға болады. Енді біз мойын ойығын қалай жасадық, соны сіздерге түсіндіріп кетейін қысқаша. Ол үшін мына жерге бөлік схема сыздым, екі жағынан 20 ілмек қалдырамыз. Мінеки ортасынан көріп тұрғандарыңыздай 14 ілмек, екі жағынан 15 ілмектен қалдырдық. Енді қалай тоқимыз? Мына сол жағынан бастап тоқып шығамыз да, 5 деген ортасына дейін келеміз. Мына 14 деген жерге дейін 14-ті тоқымаймыз. Сөйтіп айналып келіп 5 ілмек тоқимыз да, қайтадан басқа жағына барамыз. Одан кейін айналып отырып қайтадан тоқимыз да, 4 ілмекті тоқимыз мына жерде. Одан кейін қайтадан басқа дейін тоқып шығасыздар. Одан кейін 3 ілмек, 2 ілмек, 1 ілмек деп соңына дейін қайталана беретін болады. Келесі екінші жағында солай тоқып шығасыздар. Яғни 10 жақтан бастап мына жерден 14-ке дейін келесіздер. Ең алдымен міне бастағаннан кейін 5 ілмек қалдырып тоқисыздар. Одан кейін 4, 3, 2, 1 деп солай қайталана беретін болады. Мына жерде 1-мен аяқтайсыздар, сол кезде 20-ны тұйықтап шығады. Енді мен сіздерге дайын болған жемпірімді көрсетейін. Міне осылай әдемі жемпір бізде пайда болды. Бұл барлығы тоқылып, жолып, дайын тұрған кезі. Ең алдымен қалай тоқисыздар? Мына жерден астынан бастап тоқитын боласыздар. Яғни артқы бөлігін тоқисыздар. Ең алдымен ілмек іліп аламыз. Яғни мен 84 мына жерден 84 ілмек іліп алдында 18 қатар 2-де 2 резинка етіп тоқып шықтым. Әрі қарай барлығы ілмек ілгеннен бастап мына мойынға дейін 108 қатар тоқып шықтым. Алдыңғы бөлігінде тура солай тоқисыздар, яғни 84-те 2-ге бөлгенде 42 ілмектен келеді. Міне мойын ойығын осы үлгі бойынша тоқисыздар. Ал мына алдыңғы бөлігін артқы бөліктің жартысы етіп, яғни 42 ілмек қылып тоқитын боласыздар. Бұны көкірек тұсына дейін тура тоқып келіп, мына жерге дейін тура тоқып келесіздер. Одан кейін біз ілмектерді азайтуымыз керек, яғни бізге алдыңғы жағы кішкене ашық болу үшін. Яғни мына жерден бастап, міне қазір сіздерге мен көрсетемін. Яғни оң жағынан 1 ілмекті тоқып, 2 ілмекті біріктіріп, яғни тарылтып, теріс жағынан еш өзгеріссіз тоқисыздар. Міне осылай. Міне, яғни мына жерінен оң жағынан 2 ілмекті бірге тоқимыз, сол жағынан еш өзгеріссіз тоқимыз. Яғни 22 рет қысқартатын боламыз. Сонда бізде жалпы 44 қатар тоқылатын болады. Екі жағында бірде етіп қайталап шығатын боласыздар. Одан кейін мына 2 иықты біріктіріп аламыз. Қолды қалай тоқимыз, мен соны сіздерге түсіндіріп кетейін. Ең алдымен мына қолтық тұсынан қысқартатын боламыз. Сол кезде бізге білінбейтін болады. Яғни әр қысқартқан кезде 2 ілмек қысқартамыз. Қазір мына жерден сіздерге көрінетін болады. Міне көріп тұрсыздар. 2 ілмекті міне біріктірдік, ортасында 1 ілмек қалдырамыз. Сосын қайтадан 2 ілмекті біріктіреміз. Осылай 10 рет қысқарт шығарамыз мына жерге дейін. Сонда бізде 20 ілмек қысқаратын болады.
ең алдында бізде 70 ілмек болса, жаңа қолтық тұсынан ілген кезде сөйтіп 20 ілмек қысқарады, сөйтіп білек тұсына келгенде бізде 50 ілмек қалады. Яғни сол 50 ілмекті етегі сияқты 2-2 резинка етіп тоқып шығатын боламыз. Одан кейін екінші қол тұсында дәл солай бірдей етіп қайталап шығатын боласыздар. Яғни қысқартып аласыздар, одан кейін міндетті түрде резинканы тоқисыздар. Енді біз мына жерден ілмектерді іліп шығамыз. Яғни түйме қадау үшін және әдемі болып тұру үшін жиегін тоқитын боламыз. Ол үшін мына жерден 2 ілмекті алған кезде 2 ілмекті аламыз, үшіншісінен 1 ілмектен 2 ілмек жасаймыз, себебі тартылып қалмайтындай болуы керек. Сөйтіп 12 қатар тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.